Қалайсың достым, сен смартфоныңды зарядкаға қоясың ба? Әлде өз-өзімен саған күнде 100% жинап бере ме? Әлбетте сен зарядкаға қоясың. Қазір саған осы видеода сен смартфоныңның зарядкаға қою барысында жіберілетін 12 қателікті айтатын болам. Сіздермен бірге қарастырамыз. Телефонды зарядкаға қойғанда кедергі жасайтын қателіктер. Және достар, осы видеоны аяғына шейін көретін болсаңыздар, сіздер өзіңіздің смартфоныңызды найзағай ойнап тұрған кезде зарядкаға қоюға бола ма, болмай ма білетін боласыздар. Сол үшін аяғына шейін көр. Кереметтей нұр арнасына қош келдіңіздер. Лайк басып, комментария жазсаңыздар, бастайық. Бірінші бізде қателік смартфонды нөлге шейін түсіру. Әр зарядкаға қойған сайын смартфонды аяғына шейін отырғызып тастау. Олай дұрыс емес. Егер де сіз смартфоныңыздың батарейкасы көпке шыдасын десеңіз, диапазон 20 мен 90 немесе 80 мен 40 аралығында ұстап тұру қажет. 100-ге шейін толтырмау керек, 0-ге шейін отырғызбау керек. Сол аралықты ұстасаңыз, сіздің смартфоныңыз көпке шыдайтын болады. 0-ге шейін отырғызып тастау ол сіздің литиновый батарейкаңыздың сыйымдылығын азайтады да, батарейканы ұстау, энергияны ұстап тұру келе-келе сіздің смартфоныңыз ұстай алмайтын болады, және энергияны тез құртып, батарейкасы тез құртылатын болады, нашарлай бастайды. Екінші бізде сіздің смартфоныңыздың жай зарядка алуына кедергі жасайтын ол оригинал емес зарядкалармен зарядтау. Қазіргі таңда кейбір адамдар оригинал зарядкасын жоғалтып алады, сындырып алады, көптеген жағдайлар болады, бірақ одан кейін зарядка алу барысында олар қателеседі. Ең арзанын алады, таныс емес, бір танымайтын жерден алады, бычыт жерден алады, в общем, бычыт зарядка алады, онымен телефон зарядка қояды, ертеңінде атылып кетсе, телефонынан көреді. Производитель айтады, сенің телефоның жарылып кетті деген сияқты. Бірақ негізі басты мәселе ол зарядкаға қою барысында. Шнуры қандай, оның басындағы вилкасы қандай, сапалы ма? Бір сөзбен оригинал зарядкаға ештеңе жетпейді. Және де ол сапалы болу. Егер сіздің смартфоныңыздың оригинал батарейкасы құртылып қалатын болса, ең сапалысын алу, жаңағы зарядканың ең қымбатын алу, бұл өте маңызды. Бұл сіздің өміріңізді де шешуі мүмкін. Яғни түнде зарядкаға қою барысында, түнде зарядкаға қоюға болмайды. Негізі қою барысында смартфонды атылып кетудің көп жағдай сол сапасыз зарядкалағыштардан болуда. Сондықтан да сапалы зарядка, оригинал зарядка қолданып жүрген дұрыс. Үшінші бізде қателік таныс емес жерлерден кафе, ойын-сауық орталықтарынан зарядкаға қою. Біріншіден, сіз зарядканың ішінде не бар екен білмейсіз, может тоқтар бір-біріне тиіп тұрған шығар, атылайын деп тұрған шығар, сіз оны білмейсіз біріншіден. Екіншіден, ол жердегі напряжение қандай екен білмейсіз, сіз тыққан бетте может атылып кетуі мүмкін, Құдай сақтасын. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, білмеген жерге бас сұқпаған дұрыс. Және де ол жерде USB зарядка болса, көбісі негізі USB-ға тығады. USB-ға тығудың себебі біріншіден сіздің смартфоныңыздың жай зарядкалайды, екіншіден сіздің смартфоныңыздың батарейкасын құртады, үшіншіден сіздің смартфоныңызға кибер атака жасауы мүмкін. Хакерлар сіздің смартфоныңызға кіріп, сіздің банктың карточкасының паролін ашып алуы мүмкін, онлайн банкингтің паролін біліп алуы мүмкін, карточкаңызға кіріп алуы мүмкін, қандай да бір данныйларды, сізді құпия сөздеріңізді алып, өзіне жіктеп алады. Бұл өте қауіпті. USB болатын болса, негізі тықпаған жөн. Кез келген USB портты көрген бетте тыға салып жүрмеңіздер. Ойланыңыздар, кибер атака. Достым, тағы да айтарым, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осы арқылы біздің каналға подписаться деген кнопканы бассаңыздар, каналда шығып жатқан видеоны сіз бірінші көретін боласыз. Рахмет. Төртінші бізде бұл жерде дұрыс зарядкалаудың сыртқы аккумулятордың болуы. Қалтаңызда немесе бір сыртқы аккумулятор болмаса, смартфоныңыз тез отыратын болса, сыртқы аккумулятордың сатып алған дұрыс. Жаңағы алдында айтып кеткен бір кафелерден, ойын-сауық орталығынан зарядкаға қойғанға қарағанда сыртқы аккумулятор, өзіңіздің сыртқы аккумуляторын зарядкаға қойған әлде қайда тиімді, сапалы, және де ең бастысы қауіпсіз. Өзіңіз үшін қауіпсіздігіңізді жоғарылатқыңыз келсе, сыртқы аккумулятормен жүрген дұрыс. Яғни көбісі түсінбейтін шығар, power bank, яғни қолда ұстап жүретін аккумулятор. Және де ол аккумуляторға да назар аударған жөн, оның ампері қандай. Негізі ең жақсы power банктардың, егер де көп бас қатырмайым десеңіздер, ампері 2,1, 2,4 ампер болу керек. Сол кезде сіздің смартфоныңызды жақсы зарядкалап береді. Өзіңіз байқайсыз, қатты қыза ма, сіздің смартфоныңыз қатты қыза ма, powerbank қатты қыза ма, бір сөзбен сапалы powerbank алу керек. Бесінші бізде қателік батарейканы көбейтетін, үнемдейтін приложенияларды қолдану. Play Market'тен кіріп батарейка деп жазатын болсаңыздар, приложение деген көп.
үнемдейді, экономдайды, біздің приложение жазып алсаң саған 10% подарок дейді. В общем, енді күлкілі бір сөзбен. Ондай мүлдем барлығы өтірік. Ол бір сөзбен керісінше сіздің батарейкаңызды жейтін болады. Сіздің батарейкаңыз бір 18 сағатқа шыдайтын болса, ол приложение жазып алғаннан кейін сіздің батарейкаңыз 16 сағатқа шыдайтын болады, 15 сағатқа шыдайтын болады. Бір сөзбен ол сізді минусқа әкеледі. Мейлінше ондай приложение сіздің смартфоныңызда болса, қазір өшіріп тастаңыз. Алтыншы бізде қателік телефонды машинада зарядкаға қою. Машинада зарядкаға қоюды енді қиын. Қазіргі таңда көп адамдар машинамен жүргендіктен көбінесе өзімен қалта жаңағы сыртқы аккумулятор тасымағандықтан көбісі машинаға зарядкаға қояды. Бұл жерде кішкене логикамен ойланатын болсақ, машинаның өзінің тоқ беруі өте аз. Онымен қоса сіз оған USB тығасыз, USB-мен тоқ аз беріледі. Машинаның тоғы да сіз оған тығасыз. Тоқ аз берген кезде сіздің смартфоныңызға зақым тиеді. Келе-келе сіздің смартфоныңыз тез отыратын болады. USB шнуры құртылады. USB-дің өзі құртылады. Бір сөзбен сізге минус. Және сіздің смартфоныңыз келе-келе тез отыратын болады. Менің ойымша ең жақсы способ сізде жаңағы сыртқы аккумуляторды алып, машинаңызда тасып жүрген ең тиімді. Машинаға да зияны жоқ, смартфонға да зияны жоқ. Зарядкаңызда сол қалыпта, оригинал қалыпта қалады. Жетінші бізде қателік түнде смартфонды зарядкаға неге қоюға болмайды. Барлығының айтуы бойынша айтады, смартфон ғой, қазір ақылды ғой, өзі тоқтайды деп. Әрине, сіз дұрыс айтасыз. Смартфонды 100-ге шейін толғаннан кейін смартфон өзінің қуат алуын тоқтайды. Өйткені ол ақылды смартфон. Бірақ егер де сіздің смартфоныңыз өз-өзімен тұрып қайттан 98, 97, 96 болып қалса, ода жаңағы функция қуат алу көзі қайттан қосылады. Яғни қайттан 100-ге жету керек болып тұрады ода. Сондықтан қайттан 98-ге жетеді, қайттан толтырады, қайттан азаяды. Ол процесс қайталана берген сайын сіздің смартфоныңыздың батарейкаңыздың сыйымдылығы азайып, келешекте тез отыратын болады. Сондықтан 90-ға шейін толтырғаннан кейін міндетті түрде алып тастаңыз. Түнде зарядкаға қоймаңыз. 8-ші бізде қателік зарядкада тұрған кезде қолдану. Біріншіден бұл сіздің денсаулығыңызға зиян, жарылып кетуі мүмкін. Екіншіден оны қолдану барысында сіздің смартфоныңыз зарядка алып жатып, қайттан зарядкасы артқа түскен сайын қайтадан зарядка алады. Яғни напряжениясы көп болады. Және де сіздің смартфоныңыз тез қызатын болады, қызып кетеді, өйткені сіз қолданып отыратын болсаңыз. Менің ойымша өшіріп тастаңыз. Ең дұрыс шешім, өшіре алмайтын болсаңыз, яркостьін азайып, полетқа қойып, смартфонды емін-еркін қуат көзін алуға мұрша беріңіз. Кішкене болсын смартфонсыз өмір сүріп көріңіздер. 9-шы бізде қателік қаппен, яғни чехолмен телефонды зарядкаға қою. Қазіргі таңда сіз чехол сатып алу барысында барасыз да кез келген бутиктан сізге ұнаған неше түрлі артында пистолеті бар, анау түсінбейтін чехолдарды аласыз сізге ұнаған. Бірақ ол ауа өткізгіштігіне сіз қарамайсыз. Егер де сіз смартфоныңызды сол чехолмен қоятын болсаңыз, ауа өткізгіштігі нашар болса, батарейкасы қызайды, батарейкасы қызса, жарылуға әкеп соғуы мүмкін. Біз танымайтын жерден алсаңыз, мейлінше чехолын шешіп тастап зарядкаға қойыңыз. Ал болады деген, чехолмен зарядкаға қоюға болады деген шешім, егер де өндіруші сізге коробкада сатып алған кезде коробканың ішіне чехол беретін болса, міне мынау чехол, оригинал чехолы, осымен зарядкаға қоюға болады десе, онда болады. Өйткені ол өндірушіден сенімді түрде алынған. Ал егер сіз тыс жерден алатын болсаңыз, біріншіден ол сенімсіз, екіншіден өзің үшін. 10-шы бізде телефонның зарядкасын экономдаймын деп көбінесе құртып жатады. Фонда тұрған приложенияларды біз жауып тастап отырамыз. Біз ойлаймыз, фон жауып тастасақ, ол біздің смартфонымыздың зарядкасын көпке шыдатады деп. Керісінше ол олай емес. Сіз жапқан сайын сіздің смартфоныңызда приложениялар жабылып қалады да, егер де соны қайттан ашатын болсаңыз, ашу барысында ол көп қуат көзін жоғалтады фонда тұрғандықтан. Ал фонда тұрса, ол ешқандай қуат көзін жемейді, сіз мені қашан ашады деген сияқты күтіп отырады. Яғни сіз WhatsApp-та қолданып отыратын болсаңыз, Instagram мына жақта жабылып тұрса, Instagram сізді күтіп отырады. Қашан мені ашады? Сіз WhatsApp-та жауып тастайсыз да, WhatsApp-ты фонға лақтырасыз да, жаппай Instagram-мен қолдана бересіз. Ал Instagram-ды WhatsApp жауып тастайтын болсаңыз, оны ашу барысында ол көп қуат көзін жұмсайтын болады. 11-ші найзағай ойнап тұрған кезде телефонды зарядкаға қою. Бұл өте қауіпті. Егер де сіз найзағай ойнап тұрған кезде
телефонды ғана емес, барлық электр қуатын өшіріп тастасаңыз өзіңізге дұрыс болады. Ондай жағдайда, найзағай ойнап тұрған жағдайда негізі жаңағы сыртқы аккумуляторлармен, пауэрбанктермен зарядкаға қойған дұрыс, егер сізге қатты керек болып тұрса. Ал егер сіздің смартфоныңызда жеткілікті болса, найзағай тоқтағанға шейін күте тұрған ең дұрыс шешім. Мысалға, біздің қазір қолданып жүрген розеткаларда вольт 220 вольт болса, ал найзағайдың вольты 1 миллиард вольтқа шейін жетуі мүмкін. Ол сіздің смартфоныңызды ғана күйдіріп тастамайды. Радиуста 30 километр радиуста бір ауылды, бір қаланы да күйдіріп тастауы мүмкін. Қауқары жетерлік. Сондықтан да найзағай ойнау барысында смартфоныңызды электр қуаттарын өшіріп тастау өзіңіз үшін қауіпсіз. Соңғы факт қателік. Ноутбукқа зарядка, ноутбукқа USB шнур арқылы зарядкаға қою. Біріншіден, сіздің ноутбукта қуат көзі, энергиясы өзі де аз, және беру қуат көзі де аз. Ал аз қуат көзін смартфон алған кезде оның батарейкасы қызиды. Келешекте батарейкасы тез отыратын болады, және де ноутбугыңызда зақым тиеді. Ең бірінші қатты және маңызды, ол сіздің телефоныңызға вирус кіруі мүмкін. Сіз ойлайсыз, ноутбугыңызда вирус болмаса да, бірақ кейбір файлдардың арқасында сіздің смартфоныңызда вирус пайда болуы мүмкін. Сондықтан да, егер де смартфоныңыз тез зарядкаланып келсе, розеткаға қыстырып, үйіңізде сол арқылы зарядкаға қойған дұрыс. USB-да сіз аз зарядка аласыз, одан кейін зарядкаңыздың батарейкасы құртылады, телефоныңыздың тез отыратын болады, және де төртіншіден вирустар қаптайтын болады. Яғни сосын барлығын перенастройка жасау керек болады. Бұл сізге керек емес деген ойдамын. Міне достар, осымен сіздің смартфоныңызға арналған зарядкалау барысындағы 12 қателікті айтып біттік, түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде өз ойыңды комментарияға жазып кет. Сен қандай қателіктерді білесің? Біз де біліп жүрейік. Біздің арнаға жазылып кет, және де аяғына шейін көргеніңе рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.